Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге лимон мен мятаны қысқа бірге қатырып дайындайтын боламыз. Қонақ келіп қалған жағдайда осылай шай демдеп жіберсеңіздер және кәдімгі қайнаған ақ суға салып ішсеңіздер, өзінің берер пайдасы өте мол. Ал енді бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Мен осылай 2 лимон мен мятаның осылай 2 таяқшасын алып алдым. Енді жапырағын таяқшасынан ажыратып алатын боламыз. Қыстың күні суықтаған кезде осылай суға салып балаларыңызға ішкізсеңіздер де балалардың иммунитетін көтеріп, әртүрлі инфекция аурулардан сақтайтын болады. Лимонымызды да дәл осылай 2 шетін алып тастаймыз. Енді бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Арасындағы дәнектерін алып тастаңыздар. Біз лимонды қабығымен бірге салатын боламыз. Яғни лимонның қабығында витаминдер өте көп. Не осылай майдалау етіп алып, лимонымызды да блендерімізге салып аламыз. Енді барлығын осылай салып алдым. Қалған суларını да құйып жіберіңіздер. Блендерде осылай майдалап алатын боламыз. Не достар, майдалап алдым. Енді біз кесемізге салып аламыз. Қараңыздар, бізде осылай джем болып шықты. Енді біз кәдімгі жаңағы тоңазытқышқа салатын боламыз. Тоңазытқышқа салу үшін осылай ыдыстарыңыз болса салып алыңыздар. Немесе кәдімгі жаңағы ет турайтын тақтайға, таскаға қасықпен алып, домалақтап қойып шықсаңыздар да болады. Әртүрлі силиконовый қалыптарыңыз болса, оған салсаңыздар да болады. Мен осылай ыдыстарға салып алдым. Енді дайын болған жаңағы лимон мен мятамызды тоңазытқышқа қатқанша қойып қоямыз. Достар, енді мятаның қалай қатырылу жолында мен сіздерге айта кетейін. Яғни осылай жалбызды алған соң, оны буған жібін осылай алып тастаймыз. Сіздерде кәдімгі жаңағы одноразовый ыдыс дейміз ғой, базарда сатылатын, сондай ыдысқа немесе жай кәдімгі осылай пакетке салып, тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Тоңазытқышқа салудан бұрын мятаны жуудың қажеті жоқ, яғни жумайтын боламыз. Міне біздің лимон мен мятамыз дайын болды достар. Егер қалыптан алу қиындап жатса, шетіне азғандай осылай пышақты тығып жіберсеңіздер, тез алынатын болады. Қараңыздар, осылай менде кусок болып шықты. Енді қалған мяталарымыздың барлығын осылай алып, таскамызға мен осылай төңкеріп алатын боламын. Енді мен жаңағы ыдысыма салып аламын. Кәдімгі жаңағы пакетке салсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Бір кусогы бір жаңағы чайник шайге әдемі дәм беретін болады достар. Менде осылай 2 ыдыс болды. Осылай салып қойдым. Қонақ келіп қалған жағдайда осылай шай демдеп берсеңіздер өте керемет болады. Енді пакетке салып қойған мятамды да көрсетемін. Достар, бұл мятаны қолданар алдында сіз өзіңізге қажетті жапырақтарды осылай сындырып алыңыздар. Сынуы өте оңай, қатып тұр. Ал қалған бөлігіні қайтадан тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Сыртта қалып кетпесін. Мұзы еріп кетсе, түсі қарайып, жаңағы солып қалатын болады. Сол үшін қатырылған жағдайда түрінде сындырып алып, қайтадан салып қойыңыздар. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Яғни өз пікірлеріңізді комментарий арқылы қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан кез келген ерекше, қарапайым және пайдалы рецептерді қазақ тілінде таба аласыздар. Сіздермен болған Айнұр, ас болсын.